Алматы жастары бағдарламасына қатысу үшін бірнеше құжаттар тізімі берілген. Мұны өзіңіз көріп тұрғандай, оның ішінде өтініш, сіздің жеке құжаттарыңыз, балаңыздың туы туралы куәлік, некеге тұру туралы куәлік және отбасыңыздың әрбір мүшесінің атында жылжымайтын мүлік жоқ деген анықтама. Сонымен қатар жұмыс істейтін азаматтар үшін 1 жыл көлеміндегі зейнетақы аударымдары туралы үзінді міндетті түрде тапсырылу керек. Оны мына жерге ссылкасын қойып қойған, e-gov.kz, яғни электронды үкімет порталынан аласыз. Ссылканы басқаннан кейін зейнетақы аударымдары туралы ақпарат деген негізгі бетке өтесіз де, оң жақ бұрышында онлайн сұрауды бассаңыз, сіз өзіңіз қалаған аралыққа зейнетақы аударымдары туралы анықтамаңызды ала аласыз. Қазір мен сіздерге видеода онлайн қалай алуға болатындығын көрсетемін. Міне сіздің жеке басыңызды заңды жеке тұлға ретінде дәлелдеу керектігін сізден сұрап тұр. Қызмет алу үшін жеке тұлға сертификатымен авторлану керексіз, яғни сізде электронды цифрлы қолтаңба болу керек деген сөз бұл. Немесе оң жақ бұрышында жоғарғы жағында жүйеге кіру немесе тіркелу деген батырма арқылы да кіріп өзіңізге қажетті анықтаманы ала алсаңыз болады. Мен қазір сіздерге порталға электронды цифрлы қолтаңба арқылы кіретін боламын. Сертификат таңдаймыз. Электронды цифрлы қолтаңба бізге 2 қолтаңбамен беріледі. Ең біріншісі оның ол біз жүйеге кіру үшін пайдаланамыз. Екінші RSA деп аталады, жеке тұлғаларға берілетіні. Оны біз қол қойып анықтаманы алуға қолданамыз. Сіз жүйеге электронды цифрлы қолтаңбаңыз арқылы кіргеннен кейін сізден бірден беттен бірнеше қадам ашылады. Ол жерде деректерді енгізу, яғни анықтама алатын кезеңді сіз өзіңіз таңдап көрсетесіз. Екінші, қызмет көрсетуге қолтаңба қою, яғни электронды цифрлы қолтаңбаңыз арқылы сіз тағы да қол қоясыз. Одан кейін үшінші мәртебе, яғни 4 минут ішінде сізге сіздің анықтамаңыз қазақ және орыс тілінде 2 тілде дайын болады. Кезеңді көрсетуді өзіміз таңдаймыз. 18 мамырда құжат қабылдау басталатын болғаннан кейін біз 1 жылға арналған анықтамаламыз, яғни 17 мамыр 2021 жыл менен біз таңдаймыз. Міне майдың немесе 18-ін таңдасақ болады. 2022 жылдың 5 айының 17-сін көрсетеміз де қол қою және анықтама алу батырмасын басамыз. Сізден міндетті түрде электронды цифрлы қолтаңбаңызды екінші кілтін сұрайтын болады. Қазір мен таңдап сіздерге көрсетемін дайын болған анықтаманы. Сізден жасырын пароліңізді сұрайды, яғни сіздің электронды цифрлы қолтаңбаға қойған. Біз қазір оны енгізетін боламыз. Сіз электронды цифрлы қолтаңбамен қол қойғаннан кейін 4 сағаттан артық емес, яғни бұл максималды уақыт 4 минуттан бастап сізге анықтама дайын болады. Қазір біз статусын тексереміз, яғни мәртебесін